Так, егер де сіз өзіңіздің фотоңызды жиі қойғыңыз келмесе, онда осындай программа бар, Pinterest деген. Pinterestті басқан кезде оны Play Markettен скачать етесіз. Өзіңіздің фотомен араластырып, осы жерде не қоюға болады? Лупаға басып, так, мына жерде flat lay деген сөзді теру керексіңіз. Flat lay деп телесіз. Минимализм болсын, косметика болсын, одежда болсын, әйтеуір соның бәрін қарап шығыңыз, оның ішінде не бар екен. Ол жерде осындай минималистический фотолар болады. То есть компания ештеме жазылмаған, тек қана осындай әдемі фотолар бар. Осыны араластырып, өзіңіздің фотоңызбен бірге арасында салуға болады. Так, просто flat lay деп көрейік. Так, косметика деп көрейік. Осылай қолға ұстап тұрған. Так, мына жерде біреудің косметикасы керек емес. Так, косметиканы алып тастайық. Қазір қарайық қандай flat lay. Книги деп басайық. Так, вот көрдіңіз ба? Арасында осындай фото салуға болады. Осындай фото, мына кофемен тұрған. Осылай. Әртүрлі осындай әдемі өзіңізге ұнаған фотоларды қоюға болады. Енді оны қалай аламыз? Ол үшін картинкаге үстіне басамыз. Сосын мына жерде қызылмен тұр ғой, сохран деп тұр. Соның қасында 3 точка бар. Сол 3 точканы басамыз. Сосын мына жерде скачать изображение деп шығады, соны басамыз. Ол тікелей сіздің телефоныңызға түседі. Сөйтіп өзіңізге скачать етесіз. Сосын сізге уже дайын картинка. Мына жерде әдемі профессиональный картинкалер болып шығады. Вот так, flat lay природа деп басып көрейік. Так, природа. Flat lay зима дейін қазір. Зима ғой. Зима. Осылай. Әдемі картинкалер көріп тұрсыңдар ма? Осыны қоюға болады. Өзіңіздің сияқты араластырып та. Вот. Сол